Сәлем достар, бүгінгі видеода біз анатомия пәні жайлы айтатын боламыз. Ондағы әдеби көздері, оқу критериялар бойынша және қандай қиыншылықтары бар екені айтып кететін боламыз. Ендеше кеттік. Анатомия негізінен ең жеңіл пән деп айтуға болады. Өйткені жоғары курсқа барған кезде оны түсінесіздер, өйткені патфиз, фарма және де клинический анатомия, патологиялық анатомия оқыған кезде анатомия жай ғана сіздерге әліппе болып көрінеді. Сол себептен де қазірден өздеріңізді анатомия ол жеңіл пән деп настрой беріңіз. Әрине менің айтқаным сізге көмектеспеуі мүмкін, бірақ сонда да попытка не пытка. Енді анатомияда негізінен көптеген бөлімдерден тұрады. Ол біріншісі, сіздер егер сен перваш болсаң, онда остеологияны өтіп жатқан боласың. Ең бірінші өтетін негізгі бөлім бұл остеология. Екіншісі артросинезмология, үшіншісі миология, төртіншісі спланхология, бесіншісі ангиология және алтыншысы нерв жүйесі. Міне осындай бөлімдерден анатомия пәні вообще өзі тұрады. Әр бөлімге бір кішкене тоқталып, критерия қалай оқу керек, қандай критериялар бойынша жеңіл болады оқуға, сондай мәселелерді айтып кететін боламыз. Бірінші бөлім анатомияның бұл остеология. Остеология өте бірінші кезге ауыр бөлім, себебі бұл жерде бір сүйекте қаншама латын терминдер, ал бірінші мектеп кезіне келген студентке латын тілі бұл бір волшебный бір сөздер болады. Сол себептен де көп перваштарға остеология өте ауыр келеді. Енді остеологияның зубрежкасын аттап кетіп, түсінікке қалай мән беруге болады десеңіздер, остеологияда определенный бір латын терминдер бар. Ол жалпы остеологияда емес, барлық бөлімдерде қолданылады. Сол терминдерді білсеңіздер, бұлай жетеді. Ол бірінші термин бұл сулькус. Орысшалап айтқанда баразда, қазақшалап айтқанда жүлге. Сулькус егер сүйектерде кездессе, міндетті түрде бұны жаттап алған дұрыс. Өйткені сулькустан, былай жатқан сулькус ол канал. Яғни каналдан бірдеңе өтеді. Ол тамырлар және де нерв. Сулькустың маңыздылығы осыда. Сулькусты міндетті түрде білу керек. Екінші термин бұл латералис, медиалисті ажырата білу. Медиалис деген сөз сразу сіздерге түсіндірме беріп кетейін. Раз и навсегда түсінетінде. Медиалис ол былай айтқан денеге жақын бөлікті медиалды деп атады. Ал денеден алыс орналасқанды латералис, болмаса медиалдығы қарама-қарсы орналасқан бөлікті латералис. Мысалға, менің қолымды алатын болсақ, менің денеме жақын тұрған бөлікті медиалды дейді. Ал оған қарама-қарсы жатқан бөлікті ол латеральды бөлік деп атайды. Өшерден марго деген термин шығады, яғни жиек. Марго медиалис, марго латералис. Осыған мән берген жөн. Үшіншісі бұл, мен бүкіл терминдерді бір жинап алдым, бір атау қойдым, бұл тесіктер. Ол фосса, фавела, форамын және де фиссура. Былайша айтқанда фиссура ол шел, бірақ мен тесік қой былайша айтқанда. Тесікті көрдіңіздер ме? Осындай төрт терминді естіңіздер, бірден жаттап алыңыз. Өйткені бұл жерден де тамырлар және де нерв өтеді. Сондықтан бұған аса мән берген жөн. Және де соңғы ол негізгі де және негізгі емеске де жатқызуға болады. Ол туберкулум және туберозитас. Бұларды білу не үшін керек? Өйткені алдағы оқитын артросинезмология, миология деген бөлімдерді оқыған кезде туберкулемді білу маңызды болады. Өйткені бұларға суставтар және де мышцаларды прикреплениясы болады, яғни сол жерге барып бекінеді. Сондай-ақ процессус деген термин кездеседі, ол яғни атростық, қазақша айтқанда өсінді. Бұл да өте так себе термин, бірақ әрине білу керек бұнда, өйткені бұл негізгі функциясы мышцаларды және суставтарды
место прикреплениясы тура жаңағы туберцит және туберкулем сияқты. Бұнда білу маңызды. Айтылатын бөлім бұл артросинезмология. Артросинезмология мен емес, уже методистер, мұғалімдер, анатомдар уже құраған определенный критериялар бар. Ол 8. Бұған қатты тоқталып кетпей, өйткені уже дайын бұл. Сол әр составға 8 критерий өзі берілген, соны жаттап алсаңыздар, нұр үстіне нұр. Келесі айтылатын бөлім бұл миология. Анатомиядағы ең жеңіл бөлім деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде көп затты жаттаудың қажет жоқ. Определенный мышцаларының зонасын, яғни арқада қандай мышцалар бар, аяқта қандай мышцалар бар, сол зонада мышцаларды әр мышцаның латыншасын білсеңіз, және де ол қандай группаға жатады, яғни ол бетке орналасқан мышцаларға ма, немесе терең орналасқан мышцаларға жатады ма, соны білсеңіздер, вообще супер. Және бір бонусы бұл жерде место прикрепления тоже, жаңа айтып кеттік қой. Бұны білу так себе, бірақ әрине білсеңіздер тоже өздеріңізге бонус қайталап айтамын. Және де тағы бір затты айтып кетейін, мышцаларды оқыған кезде самый көңіл бөлетін нәрсе бұл авторлық зоналар. Мысалға, определенный бір мышцалар белгілі бір треугольник немесе бір кеңістікті құрайды. Осы кеңістіктен қайталап айтайын, тамырлар және де нервтер өтеді. Осыған особенно мән беру керек, өйткені мұғалімдер прям осынды жақсы сұрайды. Дәй сіз хирург болам десеңіз, осындай моменттерді есіңізге қаттылап сақтап алыңыз. Келесі айтатын бөлім бұл спланхология. Спланхологияға біз тоже қатты тоқталып кетпейік, өйткені бұл органдарды оқитын бөлім. Мысалы, жүйе бойынша ас қорыту жүйесіндегі қандай орган, яғни асқазан, ішек деген сияқты, немесе тыныс алу жүйесіндегі органдар, яғни мұрын, бронхтар, өкпе деген сияқты. Бұлар өзі кітапта өзі бөліп қойған определенный бір бөлімдерге, құрылысы, қандай беттері бар сияқты. Бұған тоже мән бермей қойып. Келесі айтылатын бөлім бұл ангиология. Ангиологияда сіз жүректі оқисыздар және де тамырлар. Бұл жерде ең басты маңызды нәрсе, момент бұл белгілі бір артерияның әрине латынша атау және де оның тармақтары, және сол тармақтар қандай анастомоз құрайды. Анастомоз деген сөз, яғни мысалы екі тамыр келеді де осылай қосылады. Осы қосылған жерді анастомоз деп айтады. Мұғалімдер осыны прям экзаменде жестко сұрайды. И РКда да то же самое. Да и өзіңізге де клиникаға маңызы зор. Өйткені магистральды ертең артерияларды оқыған кезде, жоғары курста хирургияда, сол кезде анастомоздарды білу өте маңызы зор. Қысқаша айтқанда, ангиологияда тармақтар жақсы білу керек, және анастомоздар. Келесі айтатын бөлім бұл нерв жүйесі. Нерв жүйесіне әрине миды және де нервтің сплетениясы, яғни қазақша айтқанда білмеймін, ұмытып тұрмын, кешіріңіздер, латынша плексус деп аталады, яғни белгілі бір зоналарда өзі нервтер осылай наушнигіңізді қалтаңызды салған кезде оралып қалады, сол сияқты нервтер көп орналасады. Осы бөлімге келген кезде кезінде остеология оңай еді деп айтасыздар, өйткені нерв жүйесі өте ауыр. Тяжело. Бірақ та егер сіз остеология кезінде жаңағы нервті өтетін тесіктерді, сулькустарды, прям еще мышцады оқыған кезде қандай кеңістіктер бар оқысаңыз, то нерв жүйесі сізге оңай болады. Яғни анатомияны қалай жақсы бастайсыз, солай жеңіл болады соңына қарай. Қалай жаман бастайсыз, солай қарай ауыр болады. В принципе, логично. Де жақсы бастаңыздар, әлі уақыттарыңыз бар, өйткені енді ғана анатомия басталатсыздар. Көп мені көретін көрермендер көбісі бірінші курс студенттер, сол себептен де әлі ничего не потеряно. Енді частьқа келейік. Нерв жүйесінде жаңа айтып кеткенде миды және нерв жүйесі сплетенияларды оқисыздар. Бұл жерде тармақтарын бөлек, әр нервтің тармағынан бөлек артерия сияқты
бұл жерде еще трактар бар, яғни миға баратын жолдар определенный бір функциялармен. Жалпы қиыншылығы, уровень қиыншылығын айтатын болсам, мысалға бір тракт айтайын. Tractus accepta fronta parietas tempora pantinus. Міне осындай ұзақ тракттар болады. Олардың жүру жолдарын, әр қадамын, одан кейін олардың функциясын, адам қандай кезде осындай жолмен жүреді, ол қандай неге жауап береді деген секілді сұрақтар болады. Осыған келгенде қайталап айтам, жылайсыздар. Сол себептен де мен қорқытып жатқан жоқпын, бірақ та қиыншылықтар болады. Бірақ мен қазір айтатын нәрсе парадокс болуы мүмкін. Негізі қорықпаудың қажеті жоқ. Қызығып оқу керек. Әр бөлімді қызығып оқысаңыздар, неғұрлым қызыққан сайын соғұрлым мида көп қалады. Және де қиыншылығын сіз байқамай қаласыз. Мен өзім нерв тоққан кезде басына қиналдым мида. Потом әр функцияны оқыған кезде белгілі бір өмірдегі мысалдармен келтіріп қызықтырдым өзімді. Маған нерв жүйесі былайша айтқанда қатты қиын болмады. Осылай анатомияны өттім. Енді критерияларды айтып кетті, қалай оқу керек. Енді лайфхактарды айтайын. Лайфхактар негізінен анатомияны оқыған кезде махаббатпен оқу керек. Өйткені махаббатты оны білмеймін неден табатын, бірақ по-любому бір ұстайтын фишкасы болады. Әр адамның өзі жеке бір изюминкасы болады. Әрбір анатомия бөлімін оқыған кезде неғұрлым сіз қазірде мотивацияңыз құрастырып алсаңыз, жай ғана бүйтіп зубрить етудің қажеті жоқ. Анатомия олай может жаттап алатын шығар сөйтіп, бірақ менің өзім өмірлік кредом ол жаттау емес, медицинаны түсіну. Неғұрлым адам көп информацияны оқып оны түсінсе, соғұрлым оның миында ұзақ память болып қалады. Сол себептен де анатомияны жаттамаймыз, түсінеміз. Және де екінші лайфхак, бірінші лайфхак енді так себе болды, кешіріңіздер. Екінші лайфхак бұл программалар. Белгілі бір программалар бар, ол humanbiodigital.com деген сайт бар. Сол жерге жай ғана өзіңіз имейліңізден тіркеліп 3D анатомияны қарап оқысаңыздар, еще ол сүйекті оқыған кезде және мышцаны оқыған кезде прям супер. Және сондай-ақ Play Marketте көптеген 3D атластар бар, соны қолдансаңыздар болады. Және App Store'да, мен өзім Samsung ұстаған соң Play Marketте өзім айтып отырмын. Так что iPhone сайтындар ренжімеңіздер. Келесі лайфхак, бұл енді лайфхак деп те айтамын, білмеймін енді. Бірақ стикерларға терминдарды, анатомиялық терминдарды жазып, мысалы түсінесіздер ғой, бір терминдарды оқып, соны сразу әрбір стикерға жазып, өзіңіз құрастырыңыз сол оқыған нәрсеңіз. Мысалға мышцаны оқыдыңыз, мышцаны салдыңыз, адам мышцасын саласыз ғой. Сол жерге әр мышцаны бүйтіп стикермен жабыстырып шығыңыз. Солай сізге жазатын кезде ол қолдың өзінің памяти болады, және де көз, зрение миға өзінің ықпалын тигізеді. Және сондай мынау остеологияда оқып жатқан кезде пластилин қолданған абзал. Өйткені пластилин арқылы сіздер сүйекті былайша айтқанда құрастыруға лепить етіп алуға болады. Сол оқып жатқан кезде әр точканы басып, мынандай, мынау сулькус мынандай, мынау марго медиалис, мынау марго латералис деп бүйтіп басып оқысаңыз, тоже есіңізге қалады. Енді келесі айтылатын нәрсе бұл әдеби көздер. Жалпы анатомияда көптеген әдеби көздер бар негізінен, бірақ та мен советую сіздерге оқуға чисто атласпен. Негізінен мынау зарубежный, американский атластар көп. Мысалы анатомия Грея дейді, немесе қандай уже Сабота деген кітаптар бар. Вот Сабота самый күшті. Егер сіз мода оқысаңыз, библиотекада обязательно Саботаны алып алыңыз. И еще атлас Синельникова дейді, осы атласты алып алыңыз. Өйткені бұл атластарда прям иллюстрациясы прям күшті, андай черно-белый емес, прям көзге жағымды, оқуға да өте бір мотивация береді. Сол себептен де осы кітаптарды жүктеп аламыз, немесе библиотекадан барып аламыз. И теорияны енді анатомия теорияның қажеті жоқ.
жаңағы түсініп қай жерде не орналасқан білсең сол жеткілікті. Но егер прям сөзбен оқып суреттер қызық емес болса, онда қазақ тілінде Рақышев деген кітап бар, өте керемет қысқадан нұсқа жазған, соны оқысаңыз болады. Орысша әдеби көз ол Гайворонский ұзақ жазылған, бірақ та әр нәрсенің майын ағызып тұрып жазған. Міне осындай вариант бар. Қайталап айтам, теорияны оқимын десеңіз Рақышев қазақша, және де орысша Гайворонский. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз сұраймын, және де ұнамаса, ұнамай-ақ қойсын. Достарыңызбен бөлісіңіздер, өйткені олар да біліп жүрсін осындай видеолар бар екенін. Келесі кездескенше.